Еліміздің тәуелсіздігі және аумақтық тұтастығы бәрінен қымбат. Ел бірлігі осы мызғымас құндылықтармен қатар тұруға тиіс. Сонда ғана болашағымыз баянды болады. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. 21 ғасыр жедел өзгерістер уақыты. Жаһан қуатты трансформацияны бастан өткеруде. Жаңа тарихи дәуір экономика, қоғам өмірі және технологияларды түбегейлі өзгертті. Ғаламдық саяси картада ұлтаралық қақтығыстар, территориялық талас тартыстар, үстем ұлттың аз ұлттарға қысымы күшейді. Тарих тұзақтары бірлік әлсіз елдерді жұтып жіберді. Ал Қазақстанның ұстанымы соғыссыз әлем, яғни елдің бірлігі бекем болса, тірлігі көркем болады. Қазақстан өзі зайырлы мемлекет ретінде мемлекетте әртүрлі діннің қызмет етуіне, адамдардың өзінің діни наным-сеніміне байланысты таңдалуына жағдай жасаған мемлекеттердің бірі. Яғни бізде зайырлы мемлекет болып отырып, біз дін институтын саясаттан ажыратып алдық. Дін әрине бұл әлеуметтік институт, рухани тәрбие жағынан деген сияқты жағынан діннің институтын ешкім жоққа шығара алмайды. Бәрібір дін кез келген мемлекеттің дамуында әлеуметтік институт ретінде үлкен рөл атқарады. Құбылмалы дүниеде қиындық атаулыны жеңетін бірақ күш бар. Ол бірлік. Тарихи оқиғалармен дәлелденген өмір шындығы бұл. Қазақстан бейбітшілікті сақтап, өркениет аралық диалогты нығайтуға мүдделі. Бір идеяға топтасқан ұлт пен ұлыс үшін төзімділік дамудың өзегі. Бүгінде елімізде 100-ден астам этнос келісім жағдайында өмір сүруде. 18 конфессия, 4000-ға жуық діни бірлестік бар. Еліміздегі ұлттар мен дәстүрлі діндер арасындағы бірлік басты байлықтарымыздың бірі. Ал тұрақтылық тұғырымыз. Құран кәрімде бірлік туралы, ынтымақ туралы көп жерде кездеседі. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз сөзінде бөлінбеңдер, керісінше бірігіңдер, тату болыңдар деген өсиетін айтады. Қандай бір алмағайып заман болса да, біз халықтың осы рухани бірлігінсіз өркениеттер мен мәдениеттер көшіне жете алмаймыз. Қоғамдағы рухани келісім, ынтымақ, бірлік ол өте маңызды. Қазақстан халқы қашанда қатер төнген сәтте бірге алды. Соның арқасында талай зобалаңнан аман қалды. Бабалар аманат еткен ұлы даланы сақтады. Тәуелсіз Қазақстанды құра алды. Алаш зиялыларының қазақ газетіне анау штатындағы суретін киіз үйдің есігін шығысқа қаратып, түңлігін батысқа қаратып. Неге десеңіз, ғылым мен өркениет батыста, бірақ мораль мен ақылақ мінез ол шығыста. Абай айтты ғой, жаңағы кәміл адам болу үшін үш нәрсені мықты ұстау керек. Ол бірінші ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Жылы жүрек деп отырғаны дін, ыстық қайрат деп отырғаны еңбек, нұрлы ақыл деп отырғаны ғылым. Сондықтан осы үшеуін қатар ұстасаң, елден ерек мықты адам боласың дейді. Әлемде 200-ден астам мемлекет бар, басым көпшілігі зайырлы мемлекеттер. Адамзат тарихы жекелеген ұлттардың мәдениеттерінің синтезінен қалыптасады. Осындай дүбірлі дүниенің додасында тозбау үшін бірлік керек. Сыртқы жаудан, ішкі даудан сақтану үшін бірлік керек. Ал бұндай тектілік қазақтың ұлттық коды болып бекеген.